Олай болса біз тұмар алқамызды бастаймыз. Ол үшін ең бірінші өздеріңізге жаңа мен таныстырып өткендегідей кергіш құралға өзімнің фетрімді мен керіп алдым. Үстін бәрін сіздерге көрсетейін. Егер де бұндай кергіш құралдарыңыз болмаса, ол еш нәрсе етпейді. Фетрдан өзіңізге керек бөлігін қырқып алып, соған бірден тіге берсеңіз болады. Екіншісі, міне мен өзімнің тұмар алқамның размерін өлшеп алдым. Бұла жағынан менің жаңа тұмар алқамның ең ұзындығы 8 см. Биіктігі былай қарай 4 см мына жерге дейін және 3 бұрышты болады. Мен тұмар алқам мына бетін көрсетейін. Тағы да 1,5 см қостым. Ал өзінің мына жерге дейінгі биіктігі 4 см. Көрдіңіздер ғой, осылай менің жаңа тұмар алқамның мен размерін өлшеп алдым. Енді осы размерді былай жасасаңыздар да болады. Осы жерге прям өздеріңіз эскизін, оюын, суретін түрінің барлығын салып, сол бойынша мына жерге қадап қойып тіксеңіздер де болады. Осылай қадап қойып тіксеңіздер де болады. Егер де олай болмаса, мынандай ғой, мысалға мына бір оюды қоятын болсақ, орнаментті бұны ақ қағаз деп ойлайтын болсаңыздар, осылай кергіш құралға ақ қағазды қойып, инемен шаншып қойып қойып, осының үстінен безендіріп шықсаңыздар да болады. Енді бұндай арнайы өзіңіздің ойыңыз дайын болмаса, ең керегі ең менгі сияқты қарапайым етіп осыны алып алыңыз, және көзге көрінсін десеңіз борымен сызып алсаңыз да болады. Мына жерін борымен сызып алсаңыз, фетріңіз ақ түсті болса, бетіне кез келген түсті жаңағыдай не келте береді. Мысалға мына қызылмен сызып алма болады. Менің қазір мына жерден былай қарай қызылдың өзі көрініп тұр. Фетріңіз ақ болатын болса, жаңағыдай қызыл, қара деген секілді мына жерде қараңыздаршы, мына көрініп тұр. Көрдіңіздер ме? Менің фетрімнің өзіме көрініп тұр. Егер де басқа түс болса, бір-біріне главный сізге ең бастысы ашық көрінетін түс болған дұрыс. Бор болса, бормен де жасап алуға болады. Мен де қазір дәл осылай өзімнің тұмар алқамның размерін сызып аламын. Ары қарай осы берілген размер бойынша, өлшем бойынша мен жұмыс жасайтын боламын. Бұл жерде қандай размер болу керек деген сұраққа сіз өзіңіз қалауыңыз бойынша размерді ала берсеңіз болады. Мен қатты үлкен де болғанын қаламадым, қатты кіші болғанын да қаламадым. Және бір айта кететін жағдай, сіз бұл алынған размерден сіздің тұмар алқаңыз жарты сантиметрге үлкен болып шығады. Себебі сіз қазір бұның сыртын таспен әрлейсіз, әлі сіз бұған кожа жабыстыратын болсаңыз, тағы да тігістер бар. Сол үшін жарты сантиметрге, егерде плетениесін сыртындағы ең соңғы қаптайтын бөлігін үлкенірек размерлі таспен жасасаңыз, тіпті 1 сантиметрге дейін ол үлкен болуы мүмкін. Қазір мен тұмар алқаның ең соңында қай бөлікті айтып жатқанымды сіздерге түсіндіретін боламын. Міне тұмар алқамның керекті бөлігін мен қырқып алдым, той сызып алдым. Енді қазір осы бөлік бойынша біз жұмыс жасайтын боламыз. Келесі біз енді осы жерге ең бірінші сыртқы бөлігін, жаңа мен қою üzerінде көрсеткен метражный стразамен әрлеп тігіп шығатын боламын, безендіріп. Метражный стразамның размерін мен көріп алдым. Міне мына бөліктен алады екенмін. Осы бөліктен аламдағыны қолымдағы қайшымен бұны қырқып тастаймын. Мынау қырықтышқа жаңа көрсеттік. Енді бұл көрдіңіздер ме, ең қазір мынаны былайынан тігетін болсам, алып түскен кезде мынау былайынан жылжып басқа да жағдайлар болып қалады. Сол үшін де мен мына көрсеткен клейді, мына B6000-ды аламын және өте шұқа қылып осы жерге жағып шығатын боламын. Бұл қатып қалмас үшін бұны мен бетінен мана жіппен тез-тез тігіп шықсаңыздар болады. Міне мен жабыстырдым, көрдіңіздер ме? Қазір былай қолға алып тіккен кезде де, басқа болған кезде бұл түспейді. Көрдіңіздер ғой? Осылай сіздің жұмысыңызды жеңілдету үшін және де бұл сіздің тігіп жатқан тұмар алқаңызды сапалы ету үшін. Қазір мен осы 4 бөліктің бәріне де осылай етіп 5 бөлікке, мынаның барлығын жабыстырып шығатын боламын. Ары қарай тігіп шығатын боламыз. Тағы бір айта кететін мәселе, қараңыздар, мына жердегі 4 бұрышқа келген кезде міне былай ұшы шығып тұру керек міндетті түрде. Бір ұш. Енді мына жерде, бұл жерде 4 бұрыш емес, бұл жерде бізде 3 бұрыш болып тұр. 3 бұрыш болып тұрған кезде де қолымыздағы стразамызды қадап жатқан кезде, міне былайынан қадағаннан көрі, мынаны сіз ұшы қылып алыңыз 3 бұрыштың. Осы жерге келіп мынаны тақап қадаңыз. Көрдіңіз ба? Осы жерде сіздің тұмар алқаңыздың бұрышы анықталды. Бұл өте маңызды. Әрқашан осылай бұрышты шығарып отыру керексіз. Сіз қазір мына жерге 3 бұрышқа келген кезде де мына бөлікті бұрышы қылып аласыз, бұрышынан былай қарай шығарасыз. Әрқашан осылай барлық бұрыштың бұрышын шығарып отыру міндетті. Барлық бұрыштың бұрышын шығарып отырған кезде ғана сіздің тұмар алқаңыз әдемі болып шығатын болады.
Міне барлық бөлікке қадап біттік. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, мына әр бөліктің өзінің ұшы бар. Мына бөліктің де ұшы бар. Барлық бөліктің ұшы бар. Сонда ұшын әдемі болып құрастырған кезде ғана сіздің формаңыз жақсы болып шығады. Енді ең бірінші бастайық. Кәдімгі менің қолымдағы мына жіп, осыдан алып аламын дағыны. Мына бөліктен кіргіземін. Ең бірінші басталған бөлігі осы бөлік бізде. Мына жіпті аламын. Монолитті емдағыны мына бөлікке кіргіземін. Міне. Мен клейледім және артынан тігіп жатырмын. Осылай әр қайсының екі-екеуден тігіп шығатын боламыз. Міне. Бірінші бөлікке кірді. Біз қазір мына бөлікті тігіп шықтық. Мына бөлікті тігіп шықтық. Енді біреу, екеу. Екінші бөлік мына бөлік. Қазір мен осы бөлікке қарай инемді алып шығатын боламын. Клейлеріңіз қатып қалмас үшін тез-тез тігіп шығыңыздар. Міне екінші бөліктен тігіп шықтым. Дәл осылай әр қайсысын екі-екі бөліктен тігіп шығамыз. Енді қараңыздар, мына нәрсеге мән беру керек осы жерде. Біз мына бөлікке келдік, екі бөлік. Біздегі мынауымыз бір бөлік, одан кейін мына жақ қалып кетті, болды, мына жерден біте саламыз демеу керек. Ең соңғы бөлікті міндетті түрде тігу керек. Екінші бөлік сізде мына жерден басталады ма? Міне мынау екінші бөлігіміз осы жерден басталады. Осы жерді бір тігесіз, мында біреу, екеу арасында, екеу. Как раз екіншісі бізде мына жерден бітеді екен. Бірақ бізде бұл жерде ешқандай страза жоқ. Сол үшін де бұл жерді тікпейміз. Біреу қалса да, екеу қалса да, үшеу қалса да стразамыз басталған жермен біткен жерін міндетті түрде тігіп шығамыз. Мына жерден тікпейміз. Стразамыз біткен жерді тігеміз. Одан кейін стразамыз басталған жер мына жер. Осы страза басталған жер тігеміз. Каждый біткенін басталған. Барлық бөлікті солай тігіп шығамыз. Екі стразиктен қалдырып арасында. Қараңыздар, менде де дәл сондай оқиға қайталайын деп тұр. Мен қазір мына бөліктен кіріп тігемін, инемді аламын. Мына бөліктен тігемін, мына бөлікті тігемін. Сонда менде міне бір бөлік, екінші бөлік мына жер болайын деп тұр. Бірақ бұл жерде өкінішке орай менде ешқандай да бөлік жоқ. Мына жерде менде бұл жерде ешқандай да бөлік жоқ. Себебі менің мына жақтағы страза мына жерден бітті. Мына бөлік мендегі новый страза болып тұр. Мына жерде ешнәрсе жоқ болғандықтан, мына бөлік себебі осы жерден бітті. Бұлай қарай мынау новый бөлік басталды менде. Мына жерде еш нәрсе жоқ болғандықтан мен бұл жерді тікпеймін. Менде екінші мына жерде инемді кіргіземін дағыны. Біреу екеу осы жерге келсе де, мен біреу болса да мына жерді бітіремін. Мына стразаның аяқталған жерін бітіремін. Қайталап айтам. Бір бөлік қалса да, екі страза қалса да, стразаның басталған жерімен біткен жерін, басталған жерімен біткен жерін, басталған жерімен біткен жерін міндетті түрде тігіп шығу қажет. Біз барлық бөлікті тігіп біттік. Енді келесі бөлігіміз, біз осының екінші ішіне хрустальдарды тігіп шығатын боламыз. Менің қолымдағы міне 4-тік размерлі хрусталь. Бұл хрустальды мен сіздерге осы ретте айта кетейін. Бұл хрустальдарды екі түрлі қылып тігуге болады. Мен қазір қолымнан көрсетейін. Бірінші вариант бұны былайынан тігуге болады, міне. Кәдімгі көрсетілген бөлікке. Екінші бөлік бұны былайынан жатқызып тігуге болады. Көрдіңіздер, мынау кәдімгі тұрып тұр, мынау жатып тұр. Біз қазір барлығын осылай жатқан бөлігінде тігіп шығатын боламыз. Былайынан жатқан бөлігінде тігіп шығатын боламыз, міне. Осылай қылып тігіп шыққан кезде біздің хрустальдарымыздың арасы ашылып қалмайды, көрінбейді, жібіміз де арасынан көрінбейтін болады. Осылай бір келке әдемі керемет болып шығатын болады, міне. Осылай жатқызып тігетін боламыз. Қазір біз мына бөліктің барлығына ішіне соны осылай тігіп шығатын боламыз. Міне көрдіңіздер ме? Біз бірінші қатарына стразиктер, то есть хрустальдарымызды жатқызып тігіп шықтық. Ол қалай екен? Қазір мен сіздерге мына бөліктен тағы біреуін тігіп көрсетемін. Міне инемді сұқтым. Бисерім, хрусталімді алдым, ішіне қарай кіргіздім. Хрустальым мынандай жатқан вариантта болу керек, міне. Осылайынан жатып тұру керек. Былайынан тұрып тікпейміз. Осылай жатқызып тігеміз. Осылай жатқызып тігіп тұрған бөліктен аламдағына инені кіргіземін.
екінші бөлікті де бастап жатқызып тігіп жатырмын. Ары қарай дәл осылай инемнің біткен жерінен, хрусталімнің біткен жерінен инемді аламын. Мына жерден инемді алып осылай ішінің барлығын қолмен тігіп бітетін боламын. Көрдіңіздер ме? Мына жақта да міне ұшы бар. Қазір мына жерге дейін ұш салам. Мына жерге келген кезде, ең бірінші ұшына келген кезде, міне бір хрусталь бізде былайынан ұшы болып тігіп осылайынан тұру керек. Қалған хрустальдар бізде осыдан былай қарай кете береді. Обязательно ұшы болу керек. Кез келген бұрыштың ұшы болу керек. Сол кезде сіздердікі плотно, әдемі болып шығатын болады. Біз келесі өзіміздің хрустальдарымызды тігіп біттік. Міне енді хрустальдарымызды тігіп біттік. Келесі кезек біз пайеткамен жұмыс жасайтын боламыз. Жаңа мен өздеріңізге көрсеткендегідей, пайетка міне жасыл пайетка. Біз қазір бұл жерде 3D вариантты жасайтын боламыз. Ол үшін міне мынаның басынан, ұшынан бастап мен жаңа қолыма инемді кіргіземін. Инемнің ұшына пайеткеді кіргіземін. Пайеткемді алып кіргізіп жатырмын. Пайеткеден кейін мен бұл жерге бисер кіргіземін. Бисерді қызыл түсті, себебі менікі қызыл мен жаңа баста айтып өткендей жасыл түстене. Міне пайетки, бисер, пайетки және артынан тағы бір бисерді кіргізетін боламын. Пайетки, бисер, пайетки, бисер. Төртеуін қоямын. Енді мына тұрған бір бисерді артқа қарай шығарып тастаймын. Дағыны бисер тұра береді. Пайеткидан, бисерден, ең соңғы пайеткидан ішіне қарай инемді кіргіземін. Пайетки, бисер, пайетки. Мына бисерден кіргізген жоқпын. Ол бисер менің жібімді ұстап қалу үшін солай сыртында қалып қояды. Көрдіңіздер ме? Біздің тіккен ортадағы мына пайеткейіміз, екі пайеткейдің ортасындағы бисеріміз біздің сәлде болсын көлем беріп, мынаны үлкен құсап көрсетіп тұрмын. 3D. Тура осылай қазір ішін бір қатар тігіп шығатын боламыз. Қазір ғана біз өзіміздің келесі үшінші этапты тігіп шықтық. Қарасаңыздар, көрдіңіздер ме? Міне былайынан қарасаңыздар да 3D секілді әдемі болып көрінеді бұл. Енді келесі кезекте біз осы жерге жаңа өзіміз көрсетілген мынандай стразиктерімізді қойып шығамыз. Мен жаңа да айтып өткен болатынмын. Бұл стразиктер пришивной деген өзінің астында тігілетін міне тесігі бар. Бұл стразиктерімізді біз әдеттегідей өзіміздің қолданылған B6000 клейімізбен қолданамыз. Ең бірінші үлкен стразикті, ромбикті дәл қақ ортасын тауып аламыз. Дәл қақ ортасы менде мына жер, мен оны білем. Өзім жаңа линейкамен де өлшеп алғанмын. Сіздер де дәл осылай өздеріңіздің тұмаралқаларыңыздың дәл ортасын тауып аласыздар. Мына қалған екі бөліктің тағы ортасын тауып, ол жерге мынандай кішкентай стразикті қоямыз. Бұл да дәл жаңағыдай орнынан ауытқып кетпес үшін біз клейімізді жағып клеймен клейлейміз. Клейлеймен клейлеп біткеннен кейін артынан мына жердегі өздеріңіз көріп тұрғандағыдай пришивной осы жерден өзіміздің моножіппен, монолитпен, болмаса кәдімгідей тігіп жатқан өзіңіздің жібіңізбен тесіктеріне кіргізіп, кәдімгі түйме тіккендей тігіп шығатын боламыз. Біздің брошка сабағына, менің ободок сабағыма қатысып жүрген қыздар сразу түсініп тұр қалай тігетінін. Дәл кәдімгі түйме тіккендей ешқандай қиындықсыз осыны тігіп шығатын боламыз. Міне мен уже көзбен ақ өлшеп қадап қойдым. Ендігі етап осы жерді тігіп шығу болып саналады. Міне сәл клейіміз сәл ғана қатсын, ұзақ уақыт ұстамаңыздар, клей қатты қатып қалуы мүмкін. Бұл клеймен клейлегеннің де себебі сіздерге еще прочный болады жасап жатқан заттарыңыз. Енді осыны қазір біз тігіп шығатын боламыз.